Құдықтағы көмбе. Авторы Өріс Яшқұрқызы. Бұл отбасында береке көптен бері кетті. Үйдің басты иесі Әнес 2 күннің бірінде ішіп келетінді шығарды. Сау күннің өзінде ұрдажық мазасыз мінезінен үй ішін мүлде мезететін. Қараптан қарап отырып, айналасындағы ұсақ түйекке араласып, өз дегені болмай қалса жасөспірім балаларына қосылғалы бері үйдің ыстық суығына күйіп келе жатқан әйелі Күмісайға қол жұмсайтын. Аузына әзәзіл арақ тигенде не онсын. Ол ішіп келген күні үйде міндетті түрде бүлік бастайтынын білетін кішкене ұлдары тығылып қалатын. Ал ең үлкен ұлы әкесін мүлде жақтырмайтын. Естияр Күмісайға: апа, барлық жастардың барып жұмыс істеп жатқан жері ғой, қалаға кеткім келеді. 2 қолға бір жұмыс табылар, тұрғым келмейді бұл үйде. Сендер де менімен бірге жүріңдерші, бәріміз кетіп қалайықшы осы үйден дейтін. Сенікі дұрыс дейін, ал мен әкелеріңді бұл жерде қалдырып қалай кетемін? Ел не дейді, ағайын туыс не дейді? Әнесті бүгін ғана көріп отырған жоқпын. Шыдап келем ғой, тағы да шыдайын. Мұның түзелмейтінін де білемін. Мінезі көрде түзелер енді. Қайсымыз бұрын өлетінімізді қайдам. Мен бұрын өліп кетсем, әкелерің сендерді, сендер әкелеріңді керек қылмай, быт-шыттарың шығасындар ғой әлі, дейтін Күмісай сабырлы қалпын сақтап. Күмісай Әнестен көп жас кіші. Бұрын Әнес үйленген, ол әйел бала үстінде қайтыс болыпты. Ол кезде Әнестің әкесі де шешесі де тірі болған. Әнестің 3 баласын бағып-қағып өсіруге әке-шешесі барын салыпты. Кейін кемпір мен шал уәделесіп алғандай бірінің артынан бірі қайтыс болған. 12-18 жасар ұлдарымен Әнес отбасында бір өзі қалып, мектепте мұғалімдік сабағын әжептәуір беріп жүрген көрінеді. Күндердің күнінде осы мектепке институтты жаңа бітірген Гаухар атты бір қыз облыстан арнайы жолдамамен жұмысқа келеді. Ол орыс тілі әдебиетінен сабақ беріпті. Осы қызға әйелі өліп, бойдақ жүрген Әнесте мектеп директоры Төлегенде өлердей ғашық болыпты десе де. Алайда Гаухар бұл ауылдың мектебінде де директоры Төлегенді де Әнесті де менсінбеген. 7 ай өтер-өтпестен кетіп қалған. Мен қызға көңіл білдіргенімде, менен жасың үлкен, әрі 3 балаңның дырдай әкесі сізге ұят емес пе? Менімен неге қосарланасыз? Отбасыңды құрып ал, жасың кіші деп қайта маған жол ашпайсыз ба деп мектеп директоры Әнеске беретін сабағының сағатын қысқартып кесіп тастайды. Мінезі бар Әнеске мектеп директорының өктемдігі ұнамайды да. Аудандағы білім беру басқармасының атына шағым жасайды. Жоғары жақтағылар Төлегенді қолдайды. Жасалған шағым негізсіз, нәтижесіз қалады. Бұл кез ел тәуелсіздік алып, одақтың ыдырап, ауыл жұртшылығына таныс емес нарықтың енді келіп, жұмыссыздықтың белең алған кезі. Ауылдың да жағдайы күрт төмендеп, көпшілік жұрт қолдағы бар малын сатып бітіріп, енді күн көріс қамы қалай болар екен деген қобалжумен жүрген. Міне алғашқы арақ ішу Әнесте осы кезден басталған. Мектепке қызу болып келген Әнесті бір күні мектеп директоры педагогқа жат қылық көрсеттің деп жұмыстан шығаруға бұйрық береді. Өз ауылынан көршідегі нағашы жұртынан ауылына қоныс аударуға мәжбүр болған. Әнес сол жақтың бастауыш сыныптарына сабақ беруге әрен дегенде жұмысқа қабылданады. Күмісайды Әнеске үгіттеген сол жақтағы мектептің бірі еденін жуып, екіншісі түнге қарауыл болып жұмыс істейтін жақын жеңгелері екен. Заман болса мынадай, коммунизм деген құрыды, ауылда жұмыс жоқ, өз басын асырай алмай жүрген жігіттер саған үйленгенмен асырай алмайды. Әнес мектепте мұғалім, өзі бір тоға жігіт сияқты. Бюджеттің жұмысында тұрақты ақша беріліп тұрады. 3 баласына 10 көзіңмен қарасаң болды. Олар да 10 солын танып қалған балалар ғой. Сенің қолқанатың болады. Шешесі өлгелі бері қайбір жылы сөз естіп жүр дейсің. Мынадай уақытқа тап келді. Бауырыңа тартып айналайын деп жылы жұмсақты ауыздарына тосып отырсан, ер балалар қыздарда емес, бауырға сіңгіш, тез үйренісіп кетеді. Ертең өссе бөлек-бөлек үй болар, жан-жаққа отау тігіп кетеді. Екеуіңнің өз балаларың да болар.
еркекке жас үлкендік ештеме етпейді, сені қартайтатын шамасы бар. Төре қыз-ау, келіс деп жеңгелері екі жақтан әнесті мақтап, 7-ші сыныпты бітіріп үйде отырған, алысқа оқуға баруға отбасының ыңғайы келмеген 18-ге толар-толмас Күмісайды әнеске тұрмысқа шығуға келістіреді. Алғашқы жарты жыл барлығы жақсақ болды. Балалар да Күмісайға үйренді. Бәрі де тәртіп-тақ, сабақтарын да жақсы. Оның үстіне еңбекқор, апалап Күмісайға үй шаруасының бәріне көмектеседі. Тек көңіліне қона алмайтын әнес балаларға өте қатал. Бір шамалы елеусіз нәрсе үшін баланы боқтап, шалбарынан қайыс белбеуін алады да тек сабай бастайды. Күмісай арашаға түсіп, тимеш оған, ебай тимеші деп шырылдап жүргені. Сенің жұмысын болмасын, шық үйден деп Күмісайды да қайыс белбеумен арқасына салып жіберетінді шығарды. Аузына келген боқтық сөздердің бәрін боратады келіп. Бұрын орта мектепте математика пәнінен сабақ берген, оқушыларға тәрбие көрсеткен мұғалім болғанына мұндайды көріп сену қиын. Күйеуі әнесті жағымсыз қылығы күннен күнге осылай үдей түсті. Бақытты боламын деп келіп сорды құшқан Күмісай бірнеше мәрте кетіп те қалғысы келді. Мен кетіп қалсам, мына балалардың күйі не болады деп бір ойлайды. Анасынан жетім қалып, әкесінен мейірім көрмеген өңшең ер балалар жаман бұзық жолға түсіп кетеді-ау деп, екінші ой тағы да тоқта дегенге әкеледі. Өзі бала көтере қоймады. 2-3 жыл өтпей-ақ Күмісайдың қыз күнгі ажары солғын тартып, жібектей мінезі әнестен орынсыз қаталдық көрген соң қатқылдана бастады. Бір күні бұдан қорқып күнде өлгенше, бірақ өлейінші деп қасына жақындап, неге айқайлай бересің? Неге сорлы балапандарды ұрған қолың сынып та қалмайды екен сенің? Ішіп келдің бе, жатсайшы, тыныш үндеме, берекені алма дейді барынша дауысын көтеріп. Әй, сен қатын, маған дауыс көтеретін кімсің? Әкеңнің аузын, 77 әкеңнің. Тиме апама, тиме деп жанұшыра үлкен ұлы Естияр келді ентелеп арашаға. Сен қатын, өз баламды өзіме қарсы қойғың келеді ме? Көрсетем мен саған қазір, көрсетем. Ол сарайға бет алды. Сарайда үлкен ет шабатын балтаны ұстап келеді. Апа, кетейік, былай кетейік. Естияр Күмісайдың қолынан тартып әрі қарай сүйрей жөнелді. Әнес балтаны лақтырып үлгерді. Балта тарс етіп Күмісайдың арқа жағына жетер-жетпес жерге түсті. Бұлар аман қалды. Енді бармайық шүйге апа. Естияр әбден әкенің сабағынан зарезап болған ба, денесі дір-дір етеді. Бұлар күздің салқын күнінде ұзақ уақыт сыртта жүрді. Мүмкін енді ұйықтап қалған шығар деп үйге келсе, үйдің есігін іштен тарс кілттеп қойыпты. Естияр, апа, мен терезеден түсіп көрсем қайтеді деп ұсыныс жасады. Қой, терезеден қалай түсесің? Сындыруға болмайды. Өйтсен ертең қайта таяқ жейміз. Қорада мал дегенде жалғыз сиыр бар, және 3 қой. Екеуі қораға жылынуға келді. Күмісай сабанды жерге төсеп, қасына Естиярды алып құшақтасып, екеуі бір-біріне жылу бере көздерін ілдірді. Осындай ұсқынсыз тіршіліктің соны болмады, қайталана берді. Көршілер де, жақын ағайындары, туыс нағашылары да кейде әнеске ақыл айтатын болды. Жұрттың ақылы оны одан сайын ызаландырды. Күмісайдың өзі бұл күндері құр сүлдері жүр. Кейде жүрек тұсы да шаншып, демін алдырмай тастайды. Дәрігерге көріну қайда, нарық деген пәлені қайдан көрген. Ауылда жұмыс істейтін фельдшерлік пункт жабылған. Қара құлып тұр қазір онда. Әнеске жақын нағашылар, басқа да қатысатын жекжат ағайын туыстар ыдырап, күн көріс қамымен жан-жаққа көше бастады. Бәрі қарап тұрсаң өздерімен өздері. Бұрынғыдай біреуден бір тиын қарыз сұрап ала алмайсың. Ол сенің қайтарып беретініне сенбейді. Сол себепті сылтау айтып, өзімізде де еш нәрсе болмай тұр дейтін болды. Осы ауылдағы бастауыш мектепте жабылу алдында бюджет тапшылығына байланысты мұғалімдер қысқартылды. Әнес сол қысқартуға бірінші болып білігіп мұғалімдіктен босады. Бұл жақсы сылтау болды. Ішкілікке енді бір жола берілді. Қырыну болмағандықта Әнестің сақал мұрты өсіп, нағыз маскүнем кейпіне киді.
Енді үйдегі әнес пен балаларды қалай аш қалдырмау керек, бұл міндет Күмісайдың мойнына түсті. Ауылдан 3 шақырым жерде теміржол бекеті бар. Осы разъезге кейде неге екені ешкім білмейді, жолаушылар пойызы 1-2 минуттай аялдайды. Күмісай ауылдан басқа әйелдерінен көріп, үйреніп, аз уақытта аялдайтын жолаушылар пойызына сиырдың сүтін, ұйытылған қатық, тауығы барлар жұмыртқа, тағы да қолдағы пісірілген дәмдерін сататын болды. Үйдегі балаларға талғажау жасауға бұдан түскен табыс бірде жетіп, бірде жетпей қалады. Тағы да 2 қыз 2 көктем келді. Естияр 10-шы сыныпты бітірді, 17-ге толды. Апа, мен қалаға кетем дедім ғой, енді шын кетемін. Орта білім алдым, әскерге дейін қалада жұмыс істеймін. Вокзалға барып жүк тасысам да бір ретін табамын. Сосын кейін қасыма сізді, Есжан мен Ержанды аламын. Әкесінен көңілі қалған балалар әкесін сол кезде аузына алған жоқ деді Естияр аттестат алған күні. Күмісай Естиярды бұл жолы расы керек тоқтатқысы келмеді. Оны да түсініп отырып, әкесінің қылығынан мен сияқты ол да қажыды. Сыртта жүріп өзінше әрекет етсін. Орыс халқының балалары да жүр ғой, әке-шешесі бір елде, өздері бір елде. Мүмкін еркін жүргенде пысып қайта шындалар. Мен неге де болса көніп, Ержан мен Исжанға қарай тұрайын. Бұл балалар жаман емес, тек жөнді тәрбие көре алмай жүргені болмаса деп ойлады. Балам-ау, сен жолыңа ен болмаса, азын аулақ тиын тебен керек емес пе? Мына сиырдың бұзауын сатуға обал шығар, ана қойлардың біреуін сатайық. Мұны әкеңе айтпай-ақ қояйық. Ақшасын араққа сұрайды, білмей-ақ қойсын. Бәрібір ол ненің бар, ненің жоғын аңғарудан қалды, деді Күмісай. Естиярмен ақылдасып, апа, сатсақ сатайық, бірақ сол қойдың ақшасын мен түгел алмайын. Сіздерге қалсын, мұнда да керек қой, деп Естияр жеңілдеп қалды. Енді бұл ауылдан қой алушы табылсайшы, бәрін де сатып алатын көк тиын жоқ. Сендер сойып жіліктеп сатыңдар. Жұрт ет жеп шекелері шалқып отырған жоқ. Азын аулақ етті өздері үшін тиын тебен тауып береді деп біреу ақыл айтты. Күмісай мен Естияр мұны дұрыс деп тапты. Сөйтіп қораға қара қойды әкеліп, Естияр оны бауыздап жақпен енді жіліктеп жатқанда, әлгінде ғана төсекте бүк түсіп ұйықтап жатқан әнес келе қалсын. Әй, қойды не істеп жатырсыңдар, әкелеріңнің аузы. Сендер мені адам деп ақылдасудан қалдыңдар ма, ей? Мені өлді деп ойладыңдар ма? Қойды кімге сойып жатырсыңдар, а? Мен өлген жоқпын, әкеңнің. Сендерді өлтірем, қазір өлтірем, деп әнес аюдай ақырып, қайыра үйге бет алсын. Апа, мен білсем әкем мылтыққа кетті. Өткенде ескі мылтығын оқтап отырғанын көргенмін. Ол қазір екеумізді аямайды. Күмісайда Естияр аман қалсын деген бір ғана ой болды. Әнестің соңынан ала жүгірді. Расында Естияр айтқандай қолында мылтығын ұстаған әнес осы кез тура табалдырықтан бері аттай бергенде Күмісай бар екпінмен әнесті қос қолымен кеудесінен итеріп кеп қалады. Әнес шалқасынан құлап түсті. Шүріппеден оқ тарс етті. Табалдырыққа шүйдесімен құлаған әнестің мұрнынан бірден қызыл қанат құлай бастаған. Артынша көзі аларып, қолындағы қаруын жерге сылқ тастай берді. Күмісай не болды, не қойды түсінген жоқ. Естиярға оқ тиіп кетті ме деп ойлаған. Баланың тірі сұлбасын көріп, демін ішіне алды. Қанды оқиғаны Естиярдың да бірінші көруі. Не болып, не қойғаның бірден ол да табанда ажырата алмай қалды. Анық ажыратқаны әкесінің көзі аларып, мұрнынан қан сорғалап жатқаны. Бала, мен әкеңді өлтіріп алдым. Қатты екпінмен итеріп едім, мына босағаға, мына табалдырыққа дей берді дірілдеп. Сөйтті де сұлап жатқан әнестің қасына отыра кетті. Қанша уақыт өтті белгісіз. Өліктің қасында екеуі де мелшиді. Апа, тұр, тез тұр апа, папаны екеулеп қора жаққа апарайықшы. Бұл жерде есік алдында болмайды енді. Үйге де кіргізбейік, ойласу керек. Тез апа, тұр, тез, деп Естияр бір кезде асықтыра бастады.
Күмісай Естиярдың айтқанын істей берді. Екеуі әнесті сүйрелеп мал сойылған жерден әрі түпкі жағына әкелді. Бұл кезде нағыз түс мезгілі еді. Есіктің табалдырығын Естияр тазалап сүртті. Қолына қолы ілеспей шапшаң қимылдап жүр. Бұл кезде есіне әлі келе алмаған Күмісай сойылған қойдың қасында отырған. Бұл да қан, жанағы көргенде қан. Жүрек дірілі үдемесе басылған жоқ. Естияр қасына келді. Апа, деді де, ол Күмісайға жақындап. Папамды сен әдейі өлтірген жоқсың ғой. Өзі құлап қалды. Осыны айтты да үнсіз қалды көпке дейін. Сосын барып сөзін тағы жалғастырды. Қаншама азап көрсетті біздерге. Өзі кінәлі бір жағынан мылтық алып. Егер сен оны итермегенде оқ не маған, не саған тиетін еді. Апа, бері қарашы, көрген мен ғана ғой. Мен ешкімге айтпаймын. Екеуміз ғана білеміз. Иә, апа, енді жыламашы, апа. Естияр Күмісайдың жақсы жұбатты. Bir кезде өзі солқылдап көз жасын төксін келіп. Папай, папай деп біраз отырды. Ішсе де ұрса да туған әкесі. Табан астында өлді де қалды. Bir жағынан аяныш бар, bir жағынан қандай ой бар ішінде. Өзі біледі. Өксігін баса алмады. Милицияға хабар берейік. Олар мұның осылай өлгенін білу керек. Қасақана жасаған жоқпын. Мен оны тоқтатқым келді, деймін ғой. Шындықты түгел айтайық, деді Күмісай. Әлден соң мұрны пысылдаған күйі. Апа, шындық бізге көмектеспейді. Қайта бізді құртады. Сен неге итересің? Өлім содан болды деп сені түрмеге жабады. Осы керек па? Маған немесе саған? Екеулеп өлтірдіңдер деп мүмкін. Екеуміз түрмеде болсақ, Ержан мен Исжанға кім қалады? Бандиттер келді, мылтықпен шықты, содан оралмады дейміз. Ана ұзын жаптың бойында бір ескі құдық болған. Қазір сол құдық бос жатыр. Айналасын қалың қамыс басып кеткен. Өткенде мен сиыр айдап жүріп көргенмін. Бұрын ішінде су жататын, қазір түкте жоқ. Міне папамның көмілетін қабірі сол жеренді. Ешкім білмейді, білдіртпейміз. Ал мына сойылған қойдың етін тез бөліп, кешке дейін өткенінше сатып келейін. Сатылмағаны үйде өзіміздің көже қатығымызға қалады. Ананы, деді. Әкесі жатқан жақты нұсқап түндер еттейміз. Күмісайдан Естияр ер бала болғандықтан ма, ойы терең, әрі ақылды, әрі қайсар болып шықты. Айтқанындай кешке дейін қойдың еті бөлініп сатылды. Үйде аш отырған балаларға Естияр сол жақтағы дүкеннен жейтін тәтті тоқаш пен кәмпит те әкеліпті. Олар соны қаужандап жеп мәз болып ойнап жүр. Күмісай бүгін сойылған қой етінен тамақ істеуге де әлі болмады. Өз-өзіне келе алмауда. Кеш қараңғылы бұрынғыдан да кешіккендей. Бүгін айдың да жарығы мол. Осыған дейін Естияр үйден ескі киізді тауып, оған әкесінің мүрдесін орап қойды. Мүрдені сүйрететін тақтай сияқты бірдеңені тапты. Бұрын электр жарығы жарқырап тұратын бұл ауыл нарық келгелі қараңғылыққа үйренген. Жаққандар сығырайтып шам жағады, шам жақпағандар ерте жатып қалады. Теміржол бойынан өтіп жатқан кешкі жүк пойыздарының, паровоздардың ғана алыстан жарқ-жұрқ жарығы көрінеді. Артынша жоқ болады. Бұрын Күмісай қалай байқамаған. Көктемнің кеші тым ұзақ екен-ау, батып болмады. Тіршілік деген тоқтамай жалғасып жатыр. Ішкі ойы тыныш болмаған соң ба селт еткен дыбысқа, өзгеше қыбырға сезіктене. Дәл осы жағдайда үйге бөтен біреу келіп қалмады ма екен деп сезіктеніп отырды. Ешкім көрмей, ешкім сезбей тезірек құдыққа көміліп тасталса екен. Мен адам өлтірдім, қалай? Лезде қалай? Мен тіпті қалай қатты итеріп жібердім, дей береді іштей өз-өзіне. Естияр бірақ сәтте ересек болып кеткендей көрінді Күмісайға. Оның айтқанындай әдестің мүрдесін құдыққа тасталды. Мылтық та қоса көмілді. Түн жарымы ауғанда үйге келіп екеуі төсекке құлағанша ешкімнің көзіне түскен жоқ. Әнес осылай 1995 жылы мамырдың 30 күні жоғалып кетті. Туған туыстарға Естиярдың құрастыруы бойынша бүтіндей көркем шығарманың желісі жасалып, ол ауызша былай айтылды.
Құданың құдіреті, тез арада ақша тауып беріңдер деп беттерін бүркемелеген біреулер келіпті үйге. Әнес мас күйі оларға айқайлапты. Ақшаларың болса маған беріңдер, маған да керек сол ақша деп. Ана бандиттер: үйіңді өртеп, бала-шағанды қырып кетеміз, тап ақша деген. Ой, әкелеріңнің аузы, депті Әнес оларға. Қазір мен сендерге көрсетейін үй үшін қырғанды. Сөйтіп үйден мылтығын ала шығыпты. Бір рет тарс еткізіп атыпты. Сосын аналар қашты ма, соңынан Әнес қуыпты. Күмісай сүт сатып разъезден келе жатыр екен. Алыстан байқапты Әнесті. Мылтық ұстап кетіп бара жатқанын. Кімге хабарлассын? Дәл сол жерде милиция жоқ келе қоятын. Көргенін Естиярға айтыпты. Естияр сол күні сол маңайдың бәрін шолып қарапты. Папамды бандиттердің біреуі мылтығын тартып алып өлтіріп кеткен жоқ па екен деп табылмапты. Бір күн, екінші күн, үшінші күн. Міне осы жағдайды ауылдық милицияға ауызша айтып, одан кейін жазбаша қағазға түсіріп Күмісай баласы екеуі Әнес мына күннен бері жоқ, қолында мылтығы, үстінде мынадай киімі бар деп жоғалғаны туралы өтініш жазып қалдырды. Ағай жақсы адам еді, бізге сабақ берген, ол кісіні іздестіреміз, табамыз, аудан, облысқа да хабарлаймыз деп милиция жігіт өтінішті алып қалды. Біреудің жоғын біреу іздей қоятын заман емес. Ауылдық милициядан да, аудан жақтан да іздеушілер бөтендей із кесіп жатқан байқала қоймады. Милицияның талабы бойынша жергілікті газетке, телеарналарға Әнестің суретін шығарып, жоғалғаны туралы хабарландырулар берілді. Ешкім еш жерде көрмепті, табылмады. Бұл оқиға бір жылдан соң суи бастады. 2-3 жыл өткен соң басқаларға мүлдем ұмытылды. Естиярдың тікелей талабымен сол тұрған ауылдан Күмісай қалаға көшті. Алғашқыда пәтер жалдап тұрды бәрі. Күмісай қаланы қара базарында қарапайым саудамен айналысты. Біреуден көтермелеп көкөніс жидек сатып алып, оны екінші жерге бағасын үстемелеп сатып, үстінен азын аулақ көрген тиын тебенмен 2 ұлды қала мектебінде оқытты. Естияр бұл уақытта әскерге барып, бұрынғыдан да есейіп шындалып келді. Сырттай заң техникумын бітірді. Нотариат кеңесінде жұмыс істейтін болды. Есжан мен Ержан да Естиярдың кеңесімен 8-ші сынып бітірген соң кәсіптік техникалық училищеде оқып, техникалық мамандық алды. Екеуі техникалық жөндеу станциясын ашып, жеке бизнеспен айналысқанына көп уақыт болған жоқ. Әнес жоғалған арада 10 жыл өтті. Бір күні Күмісай Қалижан қызын іздеп жүрміз деп үйге милиция формасын киген бір жігіт келді. Ол Бірлестік ауылынан келіп тұрғанын, күні кеше Уәли деген малшы ескі құдықтан бір өлікті тауып алып хабарлағанын, енді сол мүрде жоғалды деп жүрген Әнес Оразбаев емес пе екен деп болжамы бар екенін және істі анықтауға, яғни өлген адамды тануға машинамен қазір бірге жүру керектігін айтты. Бұл хабар Естиярға жетіп, ол да бірге жүрді. Күмісай іштей қуанды. Әнестің жан баласы көрмейтін құдықта жатқаны қинайтын. Себеппен қалайда іс ашылып, мейлі мен кінәлі болып түрмеге кетсем де, әйтеуір Әнестің сүйегі жұрт жатқан зиратқа жерленсе, атын атап құдайысын берсем, Құранын оқытсам, мені Алла кешірер деді жолда келе жатып. Айтқандай осылай болды. Ешкімде бұл оқиғаға Күмісай мен Естиярдың қатысы бар екен-ау деп сезіктенбеді. Ондай сезіктену ойларында да болған жоқ. Бандиттердің істі мылтығын қоса көміпті. Қарудан құтылғысы келген ғой, сезіктенер деп. Ой, сол жылы кісі тонаушылар, адам өлтірушілер әр ауылда көп болды ғой. Мал бағып жүрген біздер сонда қатты қорқатынбыз. Мына темір жол бойы үнемі осындай ғой. Небір түрмеден қашқандар бар, осындай бандиттер бар. Пойыздан түсе қалады да ауылдағыларға келіп сес көрсетеді. Балам, әкеңнің иманын берсін. Кісі қолынан өлген адамның жаны пейіште болады дейді. Әкеңнің рухы пейіште шалқуда да қазір, деді құдықтың мүрдені шығарғанда Уәли ақсақал.
Енді бұл жартылай шіріген сүйекті молдалар қайыра жудыра қоймас. Бірақ осы күйінде қалай жерленеді, оны ертең өздерің имамнан сұрап біліңдер. Ата, бұл құдықты қалай тауып жүрсіз? Айнала толған ақбас қурай. Құдықты компас арқылы таптыңыз ба? Құдық болған деп осы жерде ешкім ойламайды деп сұрақ қойды милициямен бірге бір жігіт. Мал баққан адам бәрін табады. Менің бар ғой мынау Ботабай қыстауынан әрі, Ильяс жайлауынан бері, ар жағында бір қазан, бер жағында Қосқұдықтың аралығында қолмен қазылған қанша құдық барын білемін. Нанар болсам бұрын осы құдықты өзім қазғанмын. Онда әкем марқұм тірі. Ол кезде 40-тағы кезім. Суы дәмді ақ болған, малға да адамға да жететін. Өйткені ана етектегі дария жақын ғой, ылғалы мол. Қазір ғой дария төмен түсіп кеткен соң айнала қурап, құдықтағы судың шығуы қиын болып тұрғаны. Қаладағы жүрсін балам бар емес пе? Өзі мен сияқты малсақ, кредитке ақша алып, 20 сиыр, 100 қой сатып алып, көке, ерсін ауылда жүр ғой, мал бағып көрсін деп сіз сияқты. Сіз қасында көмекші боласыз, өзіміздің ата қоңыз бар деп, мына інісіне шаруа қожалығын ашып берді емес пе? Бұл жердің рас малға оты қолайлы, бірақ су жағы қазір қиындау, өйткені дария қашықта, қайда анау қырға төмендеп кетті. Содан құдық қазбақшы болып, бір-екі жерді қаздырып едім, суы тереңнен шықпады. Қазушылар қиналды, есіме өзім қазған осы құдық түсті. Іздеуді бастадым ғой сосын. Әй, үлкейгендік қой, 2 күнім кетті. Қасыма кенже ұлым мына ерсінді ертіп жүргенмін. Әрі жерден ой шұқырымен таныстырайын деп. Не керек, 3-ші күнде осы құдығымды таптым. Бұл құдық бар ғой, негізі біреу әдейі көмгені байқадым. Мұнда жермен жексен іссіз қалуы тиіс емес. Ескі құдықтардың жайын жақсы білем ғой, үстіне шөп басып өсіп кеткен, байқалмайды мүлде. Мен мына анау дариядан тартылған каналдан тартылған үлкен жаттың жағалауына із салдым ғой. Кетпенді алып біраз жер тереңдетіп аштық. Бір уақытта мына баламның күрегі сүңгіді де кетті. Құдай-ау десейші, құдықтың ернеуі көрінді. Содан жан-жағын кеңейтіп қазып жатқанда күректің ұшы сақ етті. Темір дегеніміз мылтық. Ар жағын енді айтпайын, осы ғой көріп тұрғандарын. Алғашында ерсін үлбіреп жүн боп кеткен киізді көре салысымен, көке, мына оралған көмбе болар, біреулер алтын ба, бағалы заттарын көміп қойған шығар, дейді маған. Мен де ентеледім, қане деп, сөйтсем, астапыраллай түк күйінде бас жағын жоғары қаратып көмген адамның денесі ғой, не ойлайтыны бар. Баланы атпен шаптырды милиция жаққа. Тез көздерімен көрсін келіп, осылай мүрде жатыр белгісіз біреудің деп, милицияда келді жарты күн салып. Ата, осылай тұра тұрсын, әзірше ашпаңыз, офиске барып тіркеу журналын қараймын, жоғалған адамдардың тізімін көремін, деп милиция қайта кетті. Міне енді көріп отырсыңдар, жарықтық-ай, әнес екен, балаларды оқытқан мұғалім ғой бұл. Марқұмды білем, заман қиын кезде шіңкіреп жүргенін көргенмін. Сосын естігенбіз жоғалып кетті деп, енді табылып отыр. Ата, осы құдықты қазір қазса су шығады деп ойлайсыз ба? Деп сұрақ қойды тағы біреу уәли ақсақалға. Неге шықпайды, шығады. Енді бір айналып келсең, осы құдықтың балдай суын таттырам саған, уәдем. Сізге рахмет, әкемді тауып бердіңіз. Құдығыңыздың суы мол әрі дәмді болсын деп сыпайы тіл қатты Естияр. Айналайын, әкең иманды болсын балам. Аға, сізге көп рахмет, Алла риза болсын, деді Күмісай да Естиярдан кейін қартқа жанарын тіке сала алмай. Бұл құдықтың жабылған көмбе хабары ауылға жақсы жаңалық болып тарады. Әнестің балалары көрші ауылда баяғы ата-әжесі жатқан зиратқа жерледі. Онсыз да жүрегі сыр беріп жүрген Күмісай құдықтан мүрде алынған күн-ақ жедел жәрдеммен бірден ауруханаға түскен. 10 күннен кейін қайтыс болды. Енді үйленем деп жүрген Естиярға бұл қаза қабырғасына қатты батты. Бала күннен қабағына қарап, туған анасын жоқтатпаған, өзіне шексіз қамқоршы болған Күмісайдың жылын өткізгенше үйленуді шегерді. Мүмкін кездейсоқтық, мүмкін тағдырдың белгісі. Сіз тылсымы. Естияр 3 айға жетпей жол апатынан мерт болды. Әнес жоғалып өзі табылып еді. Әйелі мен баласын қосақтап қасына бірден алды ғой, деді зиярат басында Естиярды зерлеп жатқандар.
барлық оқиға сырын қара жер жұтып қала берді. Назарларыңызға рахмет.